Сәлем, Салтанат. Мына сен жақсы көретін білем. Ерік, сен не істеп жүрсің мұнда? Сәлем, жаным. Жаным. Қуасың ба? Не істеп жүрсің мұнда? Қалай не істеп жүрсің? Арсенге келдім ғой мен. Арсенге сен не қатысың бар? Қалай не қатысы бар? Папасы емеспін ба мен, папасы? Берік, сен есің дұрыс па? Қайдағы папасы? Ержан емес па папасы? Айгерім, не болды саған? Тыныштық па? Амансың ба, жаным? Арсен шаруасымен келіп тұрмын деймін қазір. Арсен терезе сындырып қойды. Сындырып қойғаннан кейін мен келмеймін ба енді тұрсап сөйлесу үшін? Еркек сияқты, әкесі сияқты. Жүрші, не болды? Жаным оу, жаным оу. Берік, тимін. Немене көзіңді қысып жатсың маған? Бөлмейді, жұтып көзіме. Арсеннің шаруасына сен не қатысың бар? Жаным оу, жүрші, қазір. Жүрші енді қазір шығам деймін мен саған. Жүрші. Тоқта. Оу. Тоқта. Ренжімеші, өтінем ренжімеші. Неге өтірік айттың? Дұрыс демедің сен. Сені көргім келдім. Көргеннен кейін бар тапқан амалым осы болды. Ренжімеші, Салтанат, сабыр. Сен неге өтірік Арсеннің әкесі болып келдің? Өйткені көмектескім келді. Мен білген жоқ қой сен мұғалім екенін. Қайдан білейін мен? Саған не керек? Нақтысын айтшы. Секс па? Жоқ, сен не деп тұрсың, Салтанат? Жоқ. В общем, жағдай былай болды. Өте береді. Арсен маған өтініш жасады. Мен ата-ана жиналысына қатысаласыз ба деді. Мен өмірімде мүлдем қатыспаған ондай нәрсеге, жиналысқа. Енді қызық болды. Жарайды дедім, барсам сен. Өтірік айтқандарды ұнатпаймын. Ой, менді жек көремін. Біреу өтірік айтса прям ішім қаным қайнап кетеді ғой. Бірақ мынау жағдайда болады түсінуге. Жоқ, мен оның ата-анасына не деймін? Қалай түсіндірем? Ол үшін вообще уайымдама. Өйткені олар менің жақын достарым. Оның әкесі, мен бірге жұмыс жасаймыз. На то пошло. Арсен менің кіндік балам. Поэтому егер бұлай қарап атсақ, мен сені бұлай қатты алдаған жоқпын да. Поэтому ренжімеші. Рахмет. Енді ондай болып тұрады ғой, түсінуге болады ғой, рахмет саған. Бірақ полностью мына кінәмді кішкене шаю үшін кешкісін бір жерде отырып, шай ішіп, асықпай әңгімелесіп отырса қалай қарайсың? Неге мен баруым керек? Қалай неге? Екеуміз класстастар емеспіз. Араласатын темалар көп. Бір-бірімізді байланыстыратын нәрселер көп дегенде ғой. Білмеймін. Барам. Барам. Может, бармайым. Қалайсың? Жесің. Келесің ба, келмейсің ба? Ержан, қалайсың? Кім? Ержан. Неге Ержан? Енді Арсеннің папасы сен емес ба? Мен сол ұят болды. Айтпақшы, Арсенге бір жаңа кроссовка керек болады екен. Сен де папасысың ғой? 50-50 ақша шығарайық. Давай, без проблем. Шынымен ба? Конечно. Жақсы болды. Бірақ кешкісін мен кім? Сен әйгеріммен қыдырып қайтайын, сосын. Өзің қойын бастап атқан. Өзің қойын, Ержан. Қуасың ба сен? Өзің қойын. Оны айтып атқан жоқпын. Енді. Ана мұғалімге неме гүл апарып беріп жүрсің сен? Ол қызық болды. Есінде ме, мен саған өзімнің алғашқы махаббатым туралы айтып берген ба? Так. Есінде ме? Есінде? Арсеннің класс жетекшісі сол қыз болып шықты ғой. Енді білмеймін, мүмкін бір жоғарыдан бір белгі шығар. таза белгі. Үйлен деген белгі ғой. Сөйтіп ойлайтын мен де. Таза үйлен деген белгі. Әйтпесе әртүрлі қызбен бір жүресің, бойдақ болып пациент болып келіп қаласың. Құдай сақтасын.
тыңдап отыр ма? Мен кеттім онда. Менде ана жақта аурулар күтіп тұр. Давай, давай, давай. Эй. Алло. Сәлем, қалайсың жаным? Сен ба? Нормально өзің. Жақсы. Неге жоғалып кеттің? Мен жұмыс қой енді. Бүгін кездесеміз ба? Жоқ, өйткені мен класстасыммен келсем. Давай. Сен де бір. Салта. Ау. Ана Арсеннің папасы некелік істеп кетті. Тыныш па? Мені кездесуге шақырды. Ойбай, байқаш. Ертең ана қатыны біліп қойып, басын жармасын. Оның әйелі жоқ екен. Яғни Арсен де оның баласы емес екен. Не индийский кино болып кетті кәдімгі. Енді бәсе, алдында айттым ғой мен саған. Саған қараған кезде көздері анандай болып тұрды ғой. Енді свиданияға барасың ба? Мүмкін қайдан білесің? Ғашық оты жарқ ете қалатын шығар. Бармаймын. Саған дәл қазір тұрмысқа шығып кет деп жатырған жоқ қой? Барып қара. Мүмкін үйлесіп кетер дегенде свиданияға соңғы рет қашан бардың ғой? Білмеймін. Вот көрдің ба? Даже қай уақытта барғаның есіңде жоқ қой? Өзіңді иногда әйел сияқты сезіну керексің ғой. Үйдің жұмысы ол бітпейді, өмірі бітпейді үйдің жұмысы. Барып көр. Мүмкін ұнайтын шығар. Егер де ұнамаса, былайша айтқан кезде минуста қалмайсың ғой, тамақ ішіп қайтасың. Сен ойлағаның тамақ екен әйтеуір. Енді плюста қалу керексің ғой. Не істейсің, баратын болдың ба? Жоқ, бармаймын. Сендер түсінбеймін бар ғой. Официант. Заказ алып жібересіз ба? Рахмет. Ага, все вкусно было. Сен уже кетіп қалған шығар деп ойлап едім. 19 жыл күткенде 3 сағат күте алмаймын ба? Мектеп бітірген соң Алматыға келдім. Содан кейін медицинскийге түстім де, ақырында осындай пластический хирург болдық. Сен мектеп оқығанда хирург болам деп айтпап едің ғой? Негізі мен мамам доктор болғанды қалаған,
бірақ енді андай мен жай доктор болғым келмейді. Кішкене жұмыс қызықтау, қалай айтсам екен, мәртебесі жоғары андай доктор болу. неге үйленбедің? Неге үйленбедім? Енді өмірім жартысы оқумен өтті ғой. Студенттік өмір басталды, ары қарай енді шыны керек студенттік өмір басталған кезде мен андай үйленемін деген ой болған жоқ. Артында бара-бара осындай жұмыс басталды. Білмеймін енді. Үйленбедік қой. Қош енді осы уақытқа дейін серьезный отношение болмады демеші. Негізі бір рет болды. Бір рет болды, бірақ біз бірге бола алмадық. Неге бірге болмадыңдар? Өйткені біз екеуміз сол кезде мектепте оқығанбыз. Қош енді 20 жыл өтті ғой. 19 жыл өтті. 19 жыл өтті. Сен мен үшін сол уақыттан бері планканы кәдімгідей жоғары қойдың да, сол планкаға әлі ешкім жете алмай жатыр. Мәссаған, сонда сенің үйленбегеніңе мен кінәлімін ба? Иә. Сен. Так. Ага. Білеміз. 19 жылдан кейінгі біздің алғашқы фотомыз. Ойш, 19 жыл! Содан, құпия болмаса, неге ажырастыңдар? Ой, оның себебі көп, қазір айтсам жамандағандай болам. Айта бер, точно мен ешқайда асып атқан жоқпын. Біріншіден ол мені алып қашты. Мен өз қалауыммен барған жоқпын. Тоқта, сонда сендер бір-бірін танымағансыңдар ма? Жоқ, танитын біз. Студент кезінде сөйлесіп жүргенбіз. Бірақ оған тұрмысқа шығам деп ойлаған жоқпын. Содан енем мені ұнатпады. Әрісіме тиісе берді. Мақсат екеуміздің арамызға түсе беретін. Семьяны сақтап қалайын деп 13 жыл тұрдық. В общем, ененің кесірінен ажырастым дейсің ғой? Жоқ, ол ғана емес. Енді? Соңғы шыдамым мақсат менің көзіме шөп салғанда таусылды. Содан кейін кету керек деп шештім. Қиын болған шығар. Жоқ, керісінше өзімді еркін сезіндім. Содан ешкіммен сөйлеспедім де, ешкімге қарамадым да. Еркектерге сенім жоқ. Жоқ, Сұлтан, ол айтпа. Еркектердің бәрі бірдей емес, если что. Бірдей сияқты. Барлығын ойы бір. Жылаватсың ба? Жоқ, көзіме бірдеңе түсіп кетті. Қайда? Маған қарашы. Ренжіп қалдың ба? Шашың түсіп қартаймадың ба? Керісінше красавчик болыпсың ғой. Опасно былай сенімен кездесу. Мен осында тұрам. Жақсы. Біз тағы кездесе аламыз ба? Сен қандай жауап естігің кеп тұр? Әрине, иә. Білмеймін. Сен мені жақсырақ танысаң байланысқың келмей қалатын шығар. Бұрынғы салтанат жоқ қазір. Салтанат, қойшы. Мен ойымша сен сол баяғыдай әдемісің, мінезің де баяғыдай жақсы. Бітіру кешінде сен сөз салғанда мен неге кетіп қалғанымды білесің ба? Жоқ, неге? Мен қорықтым. Сен 17-де, мен 16-да. Біз әлі жас едік. Не диплом, не жұмыссыз келін болып, ауылда қалып қойғым келген жоқ. Иә,
енді шыны керек ол кезде менікі дұрыс болмады. Мен ойламаппын. Болашақты да сол кездегі... Ау? Салтанат. Вот, тест подписчиков. Сен ренжісіп қойдың. Кондитере. Проведем легко вот кетті. Сабина, не істеп тұрсың? Бар үйге. Мам, не болды позорым шығарып? Мам? Иә, бұл менің қызым Сабина. Саламатсыз ба? Жақындама мен мамама. Аян, болмайды олай істеуге. Бұл менің ұлым Аян. Ұлым? Ага. Молодец. Так. Онда... Ух ты, уже сағат. Мен жүре берейін. Иә, Көздерім. мен сені түсінемін. Ага. Sensiz arman bekir hoy Gönlüm sırlasın Ömür sana ekin hoy Кездесумен қоштасып Қинасаңда көнерсің Басқа түскен тағдырға Жаным оған не дерсің Мам, бағанағы жігіт кім? Кластасым. Жай ғана кластасыңыз ба? Иә, не болды? Жай кластасым. Бірақ сізге андай влюбленный взглядпен қарады ғой. Қойшы, қайдағыны айта берме. Біз енді оны көреміз ба? Жоқ деп ойлаймын. Бармын бізге елу. Рахмет. Аша сен напиток ішіп отырсың? Ене шөміріп. Виски? Менің ойымша еркекке напиток ішкен жараспайды. Тем более сен сияқты сымбатты жігітке. Өзің бір терең ойға батып кетіпсің. Марго. Берік. Танысқаныма қуаныштым, Берік. Таныстықшы? Вау! Мынау не деген керемет номер. Берік жарадың. Алматы тіптен алақандағыдай. Турциядағыдан да кем емес, кстати. Турцияда не алып жүрсің? Жай демалғам жігітімен. Жігітімен? Иә. Бірақ ол қазір жоқ. Сен ойымдама. Ол маған үйде отыр, ешқайда шықпа деп миымды ашытып жіберді. Сосын мен оған гуляй дедім. Берік бірдеңе заказ береміз бе? Мүмкін... Кім? Марго, сен шығатын кім? Маржан, танысқаныма қуаныштымын. Берік. Сен біртүрлі қысылып отырған сияқтысың. Кім? Маржан, бір сұрағым бар да саған. Өмірінде шынымен біреуді жақсы көріп пе? Иә, болған. Бірақ ол мектеп кезінде. Қазір оның қайда жүргенін Құдай білсін. Үйінде бала-шағамен миы ашып отырған шығар. Оған сол керек. Ойна қойшы, біз екеуміз қыдыруға келмедік па? Демалуға, көңіл көтеруге. Маржан,
маған кету керек. Ренжіме жарай ма? Если что, номер төленіп қойған. Спокойно демал, ұйықтасам болады, иә? Давай, пока. Берік қуасың ба, мен жалғыз өзім мұнда не істеймін? Козел, кете берші. Қалайсың балам? Жақсы ма өзіңіз? Нұрай ғашығыңнан келе жатырсың ба? Иә, ғашығымнан келе жатырмын. Ғашығымнан. Аха. Содан, Рамау, не қылдың айтсай? Кеше не қылдың? Салтанатпен кездестің ба? Бардық, аға, кездестік. Содан не болды? Ничего, нормально. Просто содан нормально деп ыңғылдап отырсың, айтсай? Бір носы бар екен да. Че там, киндер-сюрприз? Да ну! Еще екеу. Екеу! Мынаның же проблемасы сенің қасында фигня болып қалды ғой. Енді не істейсің? Білмеймін соны. Екі бала оңай емес. Әрине оңаймыз. Бірақ, как будто бір андай бұрынғы бір сезім қайттан бір оянғандай болды. Как будто именно осы өмір, именно осы момент бүкіл өмір бойы күткен сияқты болдым ше. Мал? Не әңгіме айтып отырсың сен? Сен еще ойланып отырсың ба? Өмір бойы мынандай красавицалармен жүріп, екі баласы бар, бұғышына қатынамақшысың ба? Брат, жақсы көрсең ал. Жабе аузыңды. Ақылды болсаң маған келесің ба? Не істейсің енді? Не істеймін, не стоит, да? Басың істеймін, сен басың істеймін, а? Конечно, не стоит. Кисе шалбарыңды. Сосын үйге қонақтар келді, оларға тамақ істеп, сосын барып қонақтарды шығарып салдық. Түнімен ыдыс жуып әрең болдық. Не ойлап отырсың? Ау? Не ойлап отырсың? Жай, ештеңе. Шаршаған сияқтысың ғой. Массаж жасап берейін ба? Нұрай. Иә. А давай үйленейік. Берік, мен саған бірдеме айтуым керек. Не болды? Бұл ары қарай жалғаса алмайды. Айтсайшы, не болған? Кейбір адамдар келесі серияның айтюбта шыққанын білмейді. Қой, сондайлар да бар ма әлі? Бар. Біз енді айту керекпіз, видеоның астындағы сілтеме арқылы көру керек деп. Құрметті достар, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, айтюбтағы жаңа серияны сіздер көре аласыздар. Дұрыс па? Осылай ма? Иә. Болды? Сен ары қарай ойнай берейін,